Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Мен Маңғыстау облысы Бейнеу ауданы жалпы білім беретін Опорный мектебінің 9-шы Ә сынып оқушысы Мусина Аружан. Қазіргі кезде қоршаған ортадағы зиянды ауаларды азайтып, жасыл экологияны көбейтуіміз керек. Сондықтан да жылыжайларды көптеп тұрғызуымыз керек. Жаңа дәнді дақылдарды, өсімдіктерді, гүлдерді жыл бойы өсіруге мүмкіндік береді. Себебі оларда жарығы бар, ішінде жылуы бар, су жүйесі орнатылған. Сонымен қоса көмірқышқыл газын сіңіріп, оттегін бөліп шығаратын саябақтарды көбейткеніміз жөн. Қыста да жазда да адамдар демалатын орындықтар мен су бұрқақтарды және өсімдіктерді қойдық. Табиғатымызға өсімдіктер мен гүлдер сән беріп отырады. Өлкемізді саялы баққа айналдыру әрқайсымыздың қолымызда. Табиғат адамзатқа аманат. Табиғатты аялайық. Менің жұмысым 20% инертті заттан, 80% табиғи заттан жасалған.